түсінбеймін да, ер жігіт емес екенсің деп. Қойшым өзіміз махаббат деп алдадық та, осы күнге дейін айырылсасын, қайттан қосылып кете бересің. Сендер түсінбейсіңдер, короче, уже давай, точкасы, давай деп кетіп атасың ғой. Таттауы жылап, рөлін жақсы ойнайды, короче. Мен сені қимаймын, сені жақсы көрем деген кезде бүйтіп қарап тұрасың да. Бля, қойшым деп жүрегің жібіп кетеді. Бір күн асты үстіңе түседі, короче, полный. Бля, деп қаласың ба іштен. Сөйтсең қайттан уже. Мен сол үшін де мысалға сөзінде тұра алмайтын ишак болып көріндім ғой бүкіл халыққа нахуй. Қазір давай деймін да, ертең анау жалынған жүрегің жеп кетеді да, мақұл деп жарасып кетесің. Сөзінде тұра алмайды екенсің деген сөздерді келіп жатыр нахуй. Олардың бәріне мән бермей қасымдағы адамға қойсын деп жүргенім. Осы күнге дейін эфирде бұндай нәрсе айтпағанмын ол жайлы. Енді похуй, абсолютно похуй. Уже мен оны жібердім. Жақсы көрмеген мен оны. Жай андай асты үстіме түсіп, андай бүкіл айтқан істеп жүргеннен кейін андай қалай айтсам, бауыр басып қалған ба, хуй узнать, короче. Но уақыт жоқ қазір. Енді не айтса да өтпейді ғой, короче. Кеше историясында бір жігітпен отыр ғой примерно. Бүкіл жерден блокқа тықып тастағам, Каспийден 100 теңге аударып, қайт деп жазып жіберді оны. Желание жоқ қой, короче, оған. Өзімді алдама дейді, бля, сіккенім бар өзімді алдап. Мен ешкімді алдап атқан жоқпын. Сенетін адам сенсің, сенбеген. Уақыт жоқ, короче. Бердім сендерге подарок. Көргенін көрсін деп. Өмір бойы официант істеген. Мандай қосылайыққа келіп, рекламаларға көтере алмай кетті ғой. Бір адамның кәдімгі көз алдында 1000 түрге өзгергенін көрдім. Өмір екен ғой. Жарайды, боқтамайын. Боқтамайын десең боқтатып отырсыңдар ғой, сенің болмаған әңгімелеріңмен. Маған похуй. Жамандайын ба, жамандамайын ба, ұнамай ма шығып кетсейші. Главное, ютубқа шығаратындар басып отыр ғой. Не айтарымды білмеймін дей ма? В общем, солай, короче. Енді кез 1167 адам отсыңдар ма? Бәрін тыңдап алыңдар. Енді менен вообще сұрамаңдар оны. Кірсем бол, Сарағайда деп. Сұрамаңдар вообще. Үйін әкесі басқаратын қыз алам шеше. Еркекті сыйлай білетін, еркекті тыңдай білетін. Ақтауызын ашты. Енді бұйыртқаны, бірақ сұраймын да енді танысқан қыздармен. Үйіңде кім? Әкеңнің айтқан ба? Әкең не дейді деп. Әкесін тыңдаймын енді бірінші. Әкесін тыңдаған қыз қасындағы ер азаматын тыңдайды, сыйлайды. Әкесін упор көрмейтін адаммен таныспаймын болды. Құрысын шеше. Қазір 1:30-да келеді, тақылдан. Звондайды қазір. Алматыдан киімдерді жинап, Сарыағашқа қайтып, Сарыағашта өмір сүру керек, короче. Анадан құтылғанша, 1-2 ай құтылып алайын. Сарыағадан уже бара берем Алматыға жайлап. Ben çok iyi dinleyeceğim. Ben de çok kaçmadım. Астанаға ма? Oğlum oğlum gelelim mi diyor. Ben de bir bağlamadım hiç. Ben aynen satıyor. Ben olmam çok var. Ол істейді негізі. Мен айтып жатырмын, міне саған ангелмін деп.
сәл құлақты қай жағымен тыңдап отырсыңдар? Бұл әңгіменің басынан тыңдап отқандар түсініп отыр, о чем речь идет здесь. Отыр ол, сен тоже не ангел деп маған өйтіп сасымай ақ қойыңдаршы натурой. Жоқ, Қосылайыққа да бармаймын, құрсыншы Алматыдан, машинам Алматыда ғой, мінемін де Сарыағашқа қарай жол тартамын. Ешқашан қосылмаймын. Бопты. Қойыңдаршы, болатын әңгіме етіңдерші. Натуре. Конечно, еркекті сыйлай білсе, қазір бұндай нәрселер болмайтын еді ғой. Ол неден үйде көрген тәрбиеден ғой. Әкесі, қызым еркекті сыйлап үйрен десе, сыйлап үйренетін еді. Вот әкесімен бірге тұрмайды, ондай түсінбейді, білмейді, короче. Опты, давайте. Жақында көресіңдер ғой, бір нормальный қыз қасымнан.